Айсұлтан, Мөлдірге деген көңілім әлі де бар. Мөлдірмен екі жаққа кеткен Айсұлтан бар шындықты жайып салды. Еске салайық, Айсұлтанның былығынан кейін Мөлдірдің анасы Мөлдірді Шымкентке шақырған болатын. Екі тараптың ата-аналарының қарсылығына байланысты ортақ шешіммен таныстық тоқтаған болатын. Айсұлтан әлеуметтік желіде Мөлдірдің сезімі жайлы бар ақиқатты айтып берді. Айсұлтан, Мөлдірдің өзі айтқан: "Шынай, мен саған ашылдым" деп. "Уже көңілім сенде, Айсұлтан" деп. Просто менің қателігімнің кесірінен үй ішінің көңілімен ауысып кеткен. Сондықтан бұған айтқан соны. Одан кейін бұның да маған деген ойы өзгеріп кеткен. Көңілі қалған, деді Айсұлтан. Айсұлтан сонымен қатар Мөлдірдің көңілі бері қараған қыз. Просто жүрегін емес. Жүрегінде, ақылында әке шешесінің бірге тыңдап шешім қабылдап отыр, деді Айсұлтан. Естеріңізге сала кетейік, Айсұлтан мен Мөлдірдің таныстығы бәрі күшті болған. Тіпті Мөлдірге салсақ ара қатынас жалғастырып кешірім беретін еді. Бірақ дегенмен де Мөлдірдің отбасының көзқарасы Айсұлтанның істеген дұрыс емес қылықтарынан кейін кедергі болған болатын. Сондықтан ата-ана қарсылығы қос жүректің махаббатын су сепкендей басты. Мөлдір әлеуметтік желідегі парақшасында тағы да жайып салды: "Бұл жерде менің ата-анамды қайта қоса берудің қажеті жоқ. Біз кеше сөйлестік. Барлығын ашып сөйлескеннен кейін менде тағы да ой қалыптасты. Шынымен де біз бір-біріміздің адамымыз емеспіз. Бізден мүмкін басында бірге болған шығармыз. Мүмкін осы сезонда үйленіп кетеміз деген сияқтылар болған шығар. Бірақ дәл қазір енді ойлап жүрдік қой, жұп боламыз деп. Енді хайыры осы боп тұрған шығар. Мүмкін біз шынымен де бір-біріміздің адамымыз емеспіз. Қайта біз жұп болмай атып сол нәрсені түсінгенімізге. Түсіндіргенде де бір жағынан мен қуаныштымын" деп көзіне жас алды мисс Мөлдір.